әнші Әбдіжаппар Әлқожа беташарда ақшаны тағы да ерекше тастамақшы болып, көпшіліктен сөгіс естіді. Желідегілердің ойынша өнер иесі ұлттық салт-дәстүрге мүлдем сыйластық танытпайды. Әбдіжаппар Әлқожа Instagram парақшасында кезекті беташарда ақшаны қалай тастағанын көрсетіп, ел ашуын тудырды. Көпшілік өнер иесінің қылығына шүйлігіп шықты. Бейнежазбада әншінің ақшаны тастар алдында елдің көзінше мостик жасағаны көрініс тапты. Оның үстіне шоу-бизнес жұлдызының видео астына қалдырған жазбасы да халыққа жақпай қалған. Өзіміздің той болғасын өзіміз білдік не істеуді. Нұржан Аташ 30-ға келіп орда бұзғасын оңай емес. Той құтты болсын. Нұрболат Абдуллин мені шешіндіргісі келді ме? Серік Ибрагимов не істерін білмей тұр ма? Әзімбек Байлин дұрыс айтады ма? Мостик қалай? Деп жазды ол. Әнші осымен екінші рет беташар кезінде ерсі әрекетке бой алдырғанын жарысы айтуда. Мақтанып не керек? Қашан қоясыңдар мақтануды? Салт дәстүрді құрметтемейді. Еркек деген салмақты болса ғой. Не мынау? 20 мың теңгелер жерде жатыр. Аяқпен басып не сонша байлықтарың тасып жатыр ма? Не мақтаныш енді бұл? Беташарды әбден мазақ етіп біттіңдер. Бұл салт дәстүрге сыйластықпен құрметпен қараса болады ғой. Құтырып бітті. Карантинде іштері пысып жаңа тренд жасап жүр, деп жазуда желі қолданушылары.